Менің арнама жазылып, лайк басып, видеоларымды достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Мен бүгін сіздермен машпен жасалынатын осындай салаттың рецептісімен бөліскім келеді. Ол үшін біз алдын ала өсіріп дайындап қойған машымызды алып, осылай ыдысымызға саламыз. Үстіне қайнап тұрған ыссы суды құйып, бетін жауып 1 сағатқа бұқтырып қойып қоямыз. Әзірше машымыз суда тұрған кезде біз бір болгар бұрышын алып жіңішкелеп, ұзыншалап турап шығамыз. Және сондай-ақ 2 сәбіз, менде мына жерде видеода 1 сәбіз болып көрініп тұр. 1 сәбізді ғана кескенімді көрсеткенмін, бірақ 2 сәбізді жіңішкелеп турайсыздар. Сондай-ақ мынандай күнжітімізді табамызға араластыра отырып былғап қуырып аламыз, осылай сарғайғанша, және бір ыдысымызға салып қоямыз. Енді табамызға аз ғана өсімдік майын құямыз. Сіздер кез келген өсімдік, күнжіт майы болсын, кокос майы, оливки майы, кез келген өзіңіз пайдаланатын майды құйып, және сәбізімізбен болгар бұрышын қазір сәл ғана майға қуырамыз, және қалғанын жай ғана отта қақпағын жауып кішкене жұмсарғанша пісіріп аламыз, бұқтырып аламыз, бұқтыруға қойып қоямыз осылай. Міне менің сәбізім мен болгар бұрышым дайын болды. Енді жылы күйінде үстіне тұзымды, қара бұрышымды және кориандрымды сеуіп, тұзды салғанда аздап қана салыңыздар, себебі қазір мен соевый соус құямыз. Соевый соуста тұз болғандықтан ащы болып кетуі мүмкін. Соевый соусын және туралған укропымызды және жаңа күнжітімізді, біраз қасықтай күнжітімізді салып, осылай араластырамыз. Және сондай-ақ осы жерде нори, мен бұл жерде біріншісінде жартысын ғана торадым, нори листтің. Бірақ кішкене аздау көрініп, тағы жартысын торадым. Яғни жартысынан көбірек кетті бұл салатқа. Осыны осылай жіңішкелеп, қайшымен қиып аласыздар. Осылай бәрін араластырып, жақсылап тұрып, сосын 10 минутқа кішкене қоя тұрамыз, дәмі сіңгенше. Жаңа суға бұқтырып қойған маштың суын төгіп тастаймыз. Алып келіп, енді машымызды жаңа салатымызға араластырамыз. Салатты араластырып болғаннан кейін дәмі сіңу үшін кішкене қойып қойсаңыздар да болады, сол күйінде жесеңіздер де болады. Өте дәмді, минералдарға бай, тамаша салат шығады, жасап жеп көріңіздер. Осы жерде жаңа нори листім азғантай болып, мен жартысын тағы да торап жібердім. Яғни бір салатқа жартысынан гөрі көбірек нори лист кетеді. Міне менің салатым дайын болды. Өте дәмді, өте пайдалы салат шықты.